Алғашқы сүйісу. Мен қызбын, жасым 17-де, жақында 18-ге толамын. Енді сол алғашқы сүйіс барин айтайын. 2-3 күн бұрын болған окига қыздарға айтайын десем уяламынше, одан да осында жазганым дұрыс ау деймда, сол Астанаға оқуға келдім. Алғашқы апталарым ғой, үйден ішінен бари видеонаблюдение, сол соны жөндеуге бір бала келіп шығып жүрді үйде. Апкем Алматыға кеткен 3 күнге мен қалдым, ол бала жүр үйде, ананы-мынаны істеп, содан мен азимнен жұмсымды істеп жүре бердім. Тенмен сөйлесіп, содан досым звондап түнгі 3-те неге звдадың дед, мен қорқтым дедім. Ол дед, мен пока бос емеспін дедім. Досым басқа каланкы жайтелде сөйлесейін, ойым балинсин дегем го. Содан ол сөзді анау бала есетті. Үйден шығып жатып, менен номымды алып кал, қорқсам бірден болса звондайсын дедім деп қалдым. Кешке сен жүрсем, ол соғып жазды, камералар істеп тұрма деп, мен бұл мен барып көр осын деп ем, ол келет жоқ деді. Негізі ол балада үйден келті бар. Мен үйге бардында, мен уж үйдемін дедім, ол бара жатырым дед. Келді, камера барын көрді, мен жанында көмектескендей болып жүр. Мен сон ол үйіне қайтпақшы, мен сыртқа шықпақшы болды. Мен оған сыртта біраз жүрекш дедім, ол үйге кірейік деді. Мақыл деп үйге кирдік, жатырмыз, тв қарап, мен қорқа бердім, әңгімелесіп жатырық. Ол қатты қорқып, жатсаң кел жаныма жат дейд, бір-екі рет бас тарттым, содан не керек жанына жаттым, құшақтап менімен ойнап ернемнен сүйді. Ен алғашқы сүйісуім ғой, ернемде сорып жатыр, тістеп алдым, ол тістеме дейд. Содан емшегімде ұстады, емшегіммен ойнай бастады. Мя ондай дауыс амиримде есетпегем, оқ деп жатырым. Мя бар ойым цілкамнан айырылып қалмасам болды деп, бір жағы қорқып жатырмын. Жіберші деп терес қарап жатып алдым, қолы емшегімде, мойнымды сұйып олып жатыр. Мүшесі тұрып кеткен. Есетуім бар еді, еркектей тұрсадым, білмей қалат деп қорқтым қатты. Сон жібер деп ернеме жабысып жатыр. Қыздығында алмайын деп қояды ғой еше. Емшегімде сорды, көзім жұмылып қалған ғой, аша алмаймын. Ұйқым келіп басым айналып олейін деп тұрмын. Солай аймаласып жатқанда мүшесін шығарды да, қолымды қолымен ұстап мүшесіне қарай алып барды. Қолым қалт-қалт етіп тұр. Жүрек сенем біреудекен ұстауға. Атып тұрып барып бетімдей жуып келсем жатыр екен. Ол менің бетіме қарап жатыр, орнынан тұрды да, мен үйге қайтуым керек деді. Мен неге де бетім саған тиіскім келмейді деді. Ырза болдым, бер жағы камераға отуши тусип қалдық қой дедім. Ол басқа комнатағылар істеп тұр, ал мұнлағы істемей тұр деді. Сөйтсем ол сондай бірдеме боларын берген екен. Ол кетті, мен оны жақсы көріп қалдым. Қанша дегенмен алғаш ретса мен сүйістім, сорыстым го, бірақ цілкамды сақтаймын. Ол апкемнің коллегасы екен, одан кейінде талай рет көрдім. Ол қазір тағы да келеді, жұмыс бойынша ғой. Ол маған тағы бір рет қайталайықшы деп жүр, мен бас тарттым. Одан қорқамын, себебі оның қызға жақын екенін есетіп жүр. Мен кстати айтады ғой, сүйісіп жатқанда көзіңді ашпайсың деп, мен аштым ғой, тым болмады. Неге олай? Ипатым еркектен мүшесін ұстағанда не істейсің оны? Ито жаман жүрексінем еркектен мүшесін ұстауға, көруге, өз мекенде көрсетуге уяламын ше.